Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео биологиядан тестке арналады. Тест тақырыбы өсімдік құрылысы бойынша. Ендеше кеттік. Алғашқы сұрақ. Тамыр түктері қай жерде орналасқан? Жауабы: тамыр оймақшасы мен бөліну аймақтары арасында. Екінші сұрақ. Тамыр түктері қай жерде орналасқан? Сору аймағында. Үшінші сұрақ. Өсімдіктердің механикалық ұлпасы. Коленхима. Төртінші сұрақ. Кампей қай ұлпаның құрамына кіреді? Жауабы: түзуші. Бесінші сұрақ. Суда еріген минералды тұздар не арқылы қозғалады? Жауабы: ксилема. Алтыншы сұрақ. Гүлді өсімдіктердің мүшелері не? Жауабы: гүл, жапырақ, сабақ және тамыр. Жетінші сұрақ. Өсімдіктердің тамыры неден дамиды? Жауабы: ұрықтың тамыршасынан. Сегізінші сұрақ. Өркен дегеніміз не? Жауабы: түйіндер, түйін аралықтар. Тоғызыншы сұрақ. Столон деген не? Жауабы: негізден өсетін жер асты өркен. Соңғы сұрақ. Өсімдіктің ішкі құрылысы неден тұрады? Жауабы: бұйыққан сабақ, бастапқы жапырақтар және бүршіктер. Тест аяқталды. Ал сіз қанша сұраққа жауап бердіңіз? Видео пайдалы болса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 пен бірге дамы.